Ассаламу алейкум, сайғылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалашан вешімді қысатқа бойле мәлімат. Қырым ве Пакистан гуманитар саадай жбырлік этежеклер буақта Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов білдірді. Кеченлері ярмадамызға Ислам Жұмхуриетінің векілері келді. Пакистандаки милли фирқаның рейсі Асфандияр Валихан қайдеткенне көре, бұрын женевбетте студентлерден ұшымы меселесіні онармақ керек. Олар чешіп тасил программаларында іштірак етмелелер. Рейсінің фықырынжы халықлар арасында кешбірлікні құрмақ үшін тасил севесіні юкселтмек керектір. Студенты из Пакистана учились регулярно в Крымском федеральном университете. Раньше это была Крымская медицинская академия. Но основная, конечно, тоже цель. Мы хотим, чтобы все-таки международная общественность и представители органов власти, законодательных органов власти из других стран смогли составить правильное впечатление о том, как живет российский Крым. Бізні шыттылер Джума күні Аксенов ишлер бежірлевіні незарет етежек. Біз инанамыз меселерімізні чезіп башлалар. Қырымда көзлік аскерліке чағырывның нәтижелері белгіленді. Аскерлер Қырым Жұмхуриетінің арби комиссариаты бөлігінден елға чықтылар. Аскерлер қызметінің мұдеті денішмеген қалам. 12 ай девам етмектем. Бізім егетлеріміз мемлекетімізні қорчылағаны ақта мұғберіміз Сабрия Алимова біле. По сути, на наших глазах рождается армия нового типа. Насколько сильной, боеспособной она будет, во многом зависит от нынешних призывников. Бу егетлер эйджанланалар, амма ось мақсадыны яқшы білелер. Олар Русияның силялы кубетлерінің яны неселі сайлалар. Япажақларыны вемесул олғаныны білелер. Тежрибели забитлер қайт еткенлеріне көре, шымды яшлар урдуға истекіле кетелер. В этот осенний призыв мы призываем на службу вооруженной силы 2800 человек. Основная масса наших призывников осенью отправится для прохождения службы за пределы территории Республики Крым. Проходить службу будут в воздушно-десантных войсках, сухопутных войсках, железнодорожных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, войсках РХБЗ защиты, войсках Росгвардии. Территория, где проходить будут службы, это начиная от Крымского полуострова и заканчивая Заполярьем, Мурманской областью. Кімден сорамасан еркес урдуға істей. Бойлы қарарға 25 яшлы Кемал Меметов де келді. Бақчысарайда ожа олып чалышты. Энді исе ракета ордуларында қызмет етежек. Бу Кемалның шақси қарары олды. О ось месулетлігіні толысынен аңлай. Отправляюсь в город Балагое, Тверская область, насколько я понимаю, РВСН, ракетные войска стратегического назначения. Олег Сыровацкийде арби олмаға ве ант етмеге істей. Ордуға шағырған кяғытны елде еткенінен чантасыны алды ве елға чықты. Энді о мавы беретінің ғурур или ташыйжақ. Служу я в семье не первый. Дед у меня был подполковником артиллерийский. И вот я, так скажем, по стопам деда пошел. Куанчылы көзяшлар ве қасевет Татьяна Айвазян торыныны ордуға озғара. Бүгін аскерлікке чағырған генчлер ватанымызны қорчаламаға азырлар дей. Мама провожает сына, а я бабушка, провожаю внука. Это первый внук, первый раз идет в армию. Мы очень будем ждать. Наша Родина в надежных руках. Да, қаранлық оғды исе ұзақ ел. Қырымның эпосы көшелерінден келген 220 яш арби авалиманға жаддорт автобуста барып етежеклер. Оларның яшы 18-ден 21-ге же. Бу аскерлер қытада Қырымны тақдим етежеклер. Евде исе туғанлары қалды. Бір елдан сон яшларымыз енді анна ватанымызға қайтажақлар. Сабрия Алимова, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Испан саяхатшысы Қырым ақында фильм шығарачақ. Кеченлері ярмадамызға Испан қырал құрантасының азасы ве ООН офисінің иждеші граф Альваро де Маричалар келді. Ақмездете о матбуат конференциясыны кечірді. Саяхатшының сөзлеріне көре Қырым ақында малюматыны о ярмадада бұлынған вақыт топлайжақ. Бұнен берабер оның ел маршруты да белі дегіл, ама оның үзерінде енді иш алып барыла. Менің экспедициям Қырымны объектив шекілде көстережек. Авропа ве бұтын дүния менің дүния бақшымындан ярымада ақта білежек. Мен денізжі, саяхатшы олам. Эпісі мемлекетлер бірлешкенні істейім. Тамам тижарет, қоныш ве башқа салар бұл бірлешуге имкан яраталар. Июльнің бірінде белкі елға чықарым. Саяхатым 10 күн девам етежек. Мен Ақярны, Ялтаны, эпісі белі олмаған ерлерні, кішік көйлерні көрмеге істейім. Юзым
Öncelikle Kırım'nın koy hocaligini көрмеге niyet ettim. Planlarımız çok ama men sürprizlerini sevim. Bu meraklı şey. Альваро де Маричалар Кырымда ноябрьнын 16-сына кадар булнажак. Onun sözlerine göre bor sıra koruşuvler keçirmege niyet ете. Şu cümleden Kırım'nın sport ve kurort nazirleri ile konuşacak. Kırım ekspeditsiyasından son ise o dünyanı aylanmağa planlaştıra ve bunu Magellan'ın birinci ekspeditsiyasına bağışlayacağını bildirir. Bu sene kuzde Rusya'da yasak etilgen Ukrayn Miratvorit saytının cedveline kırsetildi ama Marichalar aytkanına göre ekspeditsiyalarda o siyasetten tış kala. Almanya ise Ukraynadan Miratvorit saytını kapatmağa talap etti. Bu hafta Ukrayn telekanallarının birisi haber etti. Almanya Federativ Cumhuriyeti'nin Dış İşler Nazirligi bunu talap etkeninin sebebi Kırım'ın Rusya'lı statusuna kol tutkan siyasetçiler ve cemaatçılar aktan malumat kanunsuz toplanğanının bağlı. Kaydetmeli ki böyle bildiruvden evvel Miratvorit malumat bazasına Almanya'nın sabık kansleri Gerhard Schröder kırsetilgen adam. Memleket haritası sebebinden Ukrayn News One telekanalı ciddi problemlerge rast kele böyle. Sabah programmasının efirinde muharir Rusiyalı Kırım ile haritаны gösterdi ve bu plandan tış-tışkiruvnun sebebi oldu. Bu hafta Ukrayna'nın tele ve radyo yayınlağı boyunca Milli Şurasının matbuat hizmetinde haber ettiler. Kanalının muhaririyetini temelden teşkirecekler. Kaydetmek gerek ki böyle harita telekanallarının efirinde evvelde gösterilgen edi. Mesela avgust ayında Serbian Total vesikalı filminin muhalifleri Kırım'ны Rusiyalı dep tanıdılar. Büyük telekanalının tercileri Kırım'ны Rusiyaga koşulgan haritasını gördüler. Sentyabrının başında ise böyle malumat Lehistan'ın sportiv gazetasında da neşir etildi. Yarama yollar, cemiyet nakliyeti ve sport kompleksinin olmağanı. Kırım tatarlar toplu yaşagan yerlerinin meseleleri bir. Ana yurt 5 kasabasının sakinleri böyle şarayette yaşaylar. Onların meseleleri çözülmey. Keçenleri kasabaga hakimiyet vekilleri yetip bardılar. Paytaxtımızın bu kısmında bir şeyden şecek mi yok mu? Bunu Naciye Исаева bile. Вот так, как мы приехали, идет туда. А вот наш поселок, к этой дороге мы обвязаны сюда. Ana yurt kasabasının sakinleri çorlana. Olar sivilizatsiyadan bir kaç kilometrlik çamır yolundan ayrılıp duralar. İşke, mektepke, bala bakçasına ve üniversitetke jayaf katnaylar. Ava yağmurlu, suvuq ve yelli olsa bile böyle alda em kadınlar, em kartlar, em de balalar. Mikrorayonun bu meselelerini çözmek için mında Devlet Milletlerara Komitetinin reisi Lenur Abduramanov ve Kırım'nın nakliyet naziri Sergey Karpov keldiler. Olar bu yerdeki yollarını öz közlerinden gördüler. Federal maksadlı programma boyunca ne yapmak mümkün olğanı akta düşündüler. У нас что в проекте есть, когда проект будет разработан, да, и что мы сейчас делаем. Yerli sakinler özleri muntazam surette yollarını tegizlemege tırışalar. Ama böyle al tek bir kaç haftaga yete. Birinci yağmur yağanının yollar aynı şekline kaytalar. Son yol kene de yuvulan. Acile yardım maşinalarının aydayıcıları ise mında kelmege reddeteler. Бывало такое, что автобусы не хотели заезжать. Avtobuslar kirmege istemegen vaqtlar oldu. Bu yerde yol yok. Avtobuslar bir mesele. Tez yardım maşinası ise hiç de kelmege istemiyor. Biz çağıramız, olar ise çıkıp karşılanız deyler. Yol yok, kayda kelmege bilmeyler. Riza Muratov yerli faalcı o komşularının meselelerine sesleniyor ama Riza Bey'inin atkanına göre bir kaç yıldan beri yollar артынан çapkalay, lakin netice yok. Endi her şey denişir deyip umut etti. Нас услышали. Сергей Валерьевич в пятницу будет контрольно проверять, как идет ход реализации. Даст Бог, мы верим, что нас наконец-то начнут решать наши проблемы, и мы сдвинем с mертвой точки все проблемы, которые остро стоят. Yanı yol kurulması mikrorayonuna şehir ile bağlayacak. Infrastruktur sınırları yok edilecek ve yol hareketinin hafsızlığı yükseltilecek. Nakliyat naziri aytkanına göre bu yakın vakitte yapılacak iş. В ближайшие 2 дня, то есть завтра, послезавтра, сюда будут геодезисты вместе с общественностью сделают разбивку по существующей улично-дорожной сети с целью принятия решения целесообразности проведения работ по строительству либо капитальному ремонту основной улицы, либо со стороны, вот, где мы сейчас с вами находимся, либо со стороны на юрт.
Чықыш комиссиясы Мединет сарайы, бала бақчасы ве спорт салоны үшін айырылған ерлеріні деп бақып шықты. Ана юрт қасабасында яшаған айленің сайысы күн-күнден арта. Вопросы комплексные, поэтому мы определили, что к 19 числу мы уже должны полностью подготовить дорожную карту по решению этих вопросов и уже доложить Сергею Валерьевичу Аксенову по тому порядку, как мы будем двигаться в реализации этих проблемных вопросов. Сургун олынған гражданларының топлу яшаған микрорайонларының абаданлаштыруы бойынша ишлер планлаштырылған кб девам етіле. Шымда ана юрт Дорт қасабасында yol құржылығы толу шекілді алып барыла. Наджия Исаева, Аким Бекиров, Миллет телеканалы. Ахмезжеттен ақлет қалабылығы не заман екінленежегі ақта белі олды. Жұмхурет акиметінің ресми порталында шыр юлларында тамир ішлерінің сонуна бағышланған жедвел нешір етілді. Севастопольская соқағында асфальт ішлері ноябрьнің 25-не екінленмей керек. Кирова жаддесінің қысмы Самокиша соқағында Наметхан Султан мейданына же ноябрьнің 26-сында азыр олажақ. Кирова жаддесіндегі алқа юларының тамираты есе декабрьнің 10-ында бітмей керек. Тәфсилатлы жемалыматны Қырым акимиетінің порталында тапа білесіңіз. Ресторан бизнесіні ташлап, өз ватанында бақчачылықнен оғрашып башлады. Енді Адил Сетаров бақчысырайда бұйық мемненетлікнен юзум, ерікве қайсы тереклеріні остырем. Фермаджының дамартасында бізім ұқберіміз Мухаммед Зекиряев болынды. Адил Сетаров өз ярдымчысының бірлікті Аркадия юзым туплеріні сачалар. Олар яш юзым бағлары енді чоқтан оттыртылған, амашымды тұтмаған ерлеріні толдуралар. Прежде всего меня вдохновляет крымская природа сама. Ласковое солнышко, щедрая земля. Народ здесь веселый, отзывчивый. Ну, это самое главное. Ну, еще возможность производить что-то, быть полезным стране. Бір ел евелса Адил Сетаров өз хорантасы или Санкт-Петербургтан Қырымға көчіп келді. Мұнда ойынды чоқ бекленілген арзуны бұйық хуванчинен омырге кечіре. 12 гектар мейданлықта фермерджі еді юзым чештіні әрік ве қайсы тереклеріні асырай. Вот так мы сажаем виноград. Заокулированные саженцы. Эвелері бұл қожалық бағылмаған еді мейва тереклерінің ве юзымчілікнің алы фенайды. Ама бұл ішке инсан севгі или янашхан сон әршей тамам манада гүл олып башлады. Қырым авасы векелешіклі шарайт яш фермерджіға илхам бере. Алишер Жалилов Өзбекистандан Қырымға келді. Енді Адил Сетаровның ярдымчысы ола. Олар береберлікті мейва ве юзым бақчасыны асырайлар. Да, у меня нравится сады работать. Копаем сейчас. Летом собираем виноград, абрикос. Свежий воздух здесь, большое поле. Шымды девлет әрбір бойлы ішке янашхан фермерджіға ярдым қолын узата. Адил Сетаров бұл күнге 1,5 миллионлық грант ярдымыны әлді етті. Тезден яны трактор сатып алмаға істей. Қырым бақшымаларына берілген мади ярдымының миғдары умумен 260 миллион рублетен зияде олды. Паралар толу шекелде масраф етілді демек мүмкін. Вопрос по выращиванию в Крыму фруктов, косточковых, семечковых, яблоки, персики, абрикосы – это вопрос традиционный, исторический. Всегда было выгодно и будет выгодно выращивать. Безусловно, Крым является зоной, где эффективно развиваются и другие отрасли. Это эфиромасличные культуры, это культуры эфироносы, в том числе и семеноводство. Эти направления тоже сегодня в Крыму развиваются и будут развиваться в дальнейшем, и под это тоже выделяются значительные средства. Туфған топрақ или оғырашмаға істегенлерінің сайысы ел-елдан арта. Чүнки Қырымда ясалған деген белгі кейфиет ишаретінен уйғын келе. Бізі мақсулатларымызны ярамадамызның ве Русияның дигер регионларындан сакенлер қувана сатын алалар. Оның үшін Қырымда көй құжалығының бизнесі керчектен де файда кетіріп башлай. Мухаммед Зекиряев ве Эрвин Эмиралиев, Миллет телеканалы. Түтінсіз аят. Эрсене ноябрь айының 3-ші жұма ақшамы сигар чекмектен вазгечмек күні қайды тіле. Бүгін Ахмезжетінің мерkezінде түтін чекмеге қаршы көреш акциясы кечті. Зарарлы алышқанлықны насыл енме кереклігі ақта Султания Сетакаева біле. Пробовали вы курить? Нет,
Нет. Курите ли вы? Нет. Ахмеджеттің меркези соқақларында тибби колледжінің студентлері мақсус кағытларыны дарқаталар ве сұрав кечерелер. Сәкенлер оларының суаллеріне истекнен жауап берелер. Ама білдіргенлеріне көре сигар içmектен еркес вазгечіп оламай. Бұл іш үшін күчлі себеп керек. Өзі үшін бөлі себепні Виктор Коломыцев тапып олды. Сигар içmектен vazgeçmek için irade ve kuch керек. Мен çoğtan sigar çekeydim, endi çekmeyim. Buna pek kovanam. Бүгін студентлер сағлам аят тарзына бағышлаған акция кечерелер. Олар өз гүзел кейфлеріні түтінсіз аят қуванчылы парлақ ветатлы олғаныны көстермеге тырышалар. Юрий Осипов енді 3 жылдан берлі түтін чеке. Бір қаш кере бұндан вазгечмеге тырышты, ама мақсадына ерішіп оламады. Шымды сағлығы зайыфлашқаныны дұйып башлады. Зарарлы түтінні бутунды ташламаға қарар алды. Сейчас буду бросать. Шымды ташлайжам, әмді спортнен ұғырашажам. Менімже тек өзін-өзіне анлатмақ керексім. Қарар алмақ ве ташламақ. Сигар авескерлары или күтлеви күрештің нетижелері енді көруне. Мутехассызларының сөздеріне көре түтін чеккенлердің файызы экселе. Емді чеккенлердің яшы осы башлады. Яш несіл сағлам аят тарзына ынтыла. По данным, вот будем так. Эвелки суравларның нәтижелеріне көре Қырымда чеккенлердің сайысы 40%-ға якын. Эсасен бұл 25-40 яшлы инсанлар. Яшлар арасында түтін чекмек мод дегіл. Бұл керчектен де ойле. Экімлер чеккенлерге іч олмадым бір кере зарарлы алышқанлықтан вазгечмеге тәвсие етелер. Өз сағлығыны сақтат тушыныңыз дейлер. Ақ жігерлеріңізге сербеслік бағышланыз, ветулы дәрежеде нефес алыңыз. Султания Истакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қырымда полис идаресінің бірінші дүлберіні сечтілер. Шерефлі онван оғрында 26 қыз күрештім. Олар Жұмқыретінің Чешет-Шерве районларындан топландылар. Тышқы дүлберліктен ғайры зенат кейфетлері де назарға алынды. Ичкі ішлер органларының векілеріне интернет құланыcılar да қымет кестілер. Иштиракчыларының фоторесімлері ве анкеталары Комсомольская правда газетасының сайтында ерлештірілді. Ғалибені ичкі қызметінің ойкен лейтенанты Мария Деканова қазанды. Она 32 бенге яқын рей берілді. Бір қыз дипломлардан ғайры чешет бақшышларының да елде еттілер. Профсоюзлар мединиеті сарайында ради будущего адлы Чтимайлиха черчевесінде радуга талантов серлевалы хария акциясы кечірілді. Тет бірде имкенлары сынырлы олған балалар іштирак еттілер. Оларының бірі өз жесіне истидатлыдыр ве бұны қалғанларға көстермеге тырышалар. Тәфсилатлы жабызым Невбет Екелев қамызда. Бұл ise сағыр векер балаларының истидатлы ішлерідір. Бұл балалар япқан әрше инсанын гөніне же барып ете. Мұна бөле мақсус тақтада есе бір бала өз арзусы или пайлаша біле. Молодец! Какой ты выбираешь шарик? Александра Ященко истегі мұтлақа өмірге кечежегіне жан гөнінден инана. Қызчық бір балада олған шейлер ақта арзу ете. Біз интерактив шекілде бұл яштаки балаларының арзуларыны анықламаға істедік. Залымызда 5-ші, 6-ші, 7-ші ве 8-ші сынып талебелері бар. Бұл кечув чағы. Олар бұл яшта пек чоқ арзу етелер ве оларының керчеклешмесіні істейлер. Инсанын фаалетінде қонушов бұл мойын бір шейдір. Сағлық жетінден имканлары сынырлы олған балалар үшін қонушмақ біраз қиынжа. Шу себептен акцияның esas мақсады пейда олғандыр. Яни бөле сәбелер үшін уйғын шарайтлер яратмақтыр. Я мечтаю, что вся планета была мирна. Мен сияреміз тынч олғаныны арзу етем. Әмді анам сағлам олмасыны ве эпысы амелиятлардан кечкенini isteyim. Ana babaları olmağanının ana babası olsun. Ve arzum gerçekleşeceğine inanam. Hatice Sofyanova balalıktan yırlay. Onun közleri yaramay көре, ama bu ona muzikаны yürekten duymağa kederi etmey. Вообще вокалом занимаюсь я недавно, около года. А вообще сама любила петь с самого детства. Планирую после школы поступить в музыкальное училище и учиться дальше. Наша задача – дать им возможность реализоваться, раскрыться, потому что среди них есть яркие, талантливые личности, замечательные. И чтобы они чувствовали, что они ничуть не хуже обычных людей. Elbet büyük konser programması da oldu. Yaş artistler hayat sever ve maksatkar çizgileri ile çok büyüklerini artta kaldırabilirler. Naciye İsayeva, Sivile Memetova, Ivan Yevdokimov, Millet için. Шымдылық бұл мәліматларының эпосыды сат 21:30 секележе қаберлер программасына қачырманыз. Көрішмек өзіре сағылықнен қалыныз.